Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 106 сабақты бастаймыз. Мәтінді оқы. Судың да сұрауы бар. Қазіргі уақытта жер шарында жыл өткен сайын ауызсудың қадірі біліне түсуде. Дүние жүзінің көптеген елінде су сату үйреншікті іс болып саналады. Дамушы елдердің кейбіреулерінде отбасы табысының 10% су сатып алуға кетеді. Грек елінің кейбір өңірлерінде су алыстағы таудан тасылып әкелінгендіктен оның бағасы қымбат тұрады. Су цистернамен әкелінетін ауылдар өз елімізде де кездеседі. Жер шарында тұщы су қорының шектеулі екені анық байқалды. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халық даналығы әр уақытта есте ұстаған абзал. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтінде судың маңызы, оның әр елде қаншалықты маңызы бар екендігін, және де тұщы судың тапшылығы әлемде кездесетіндігін айтады. Судың қадірі дегенді қалай түсінесің? Судың қадірі дегеніміз босқа төкпеу, ластамау, ысырап етпеу. Мәтін неліктен судың да сұрауы бар деп аталған? Үнемдеп қолдану, беталды төкпеудің маңызы бар екендігін, әр елде қаншалықты маңызды екенін білдіріп тұр. Сондықтан да судың да сұрауы бар деп аталған. Өйткені адам денесінің 60%-ның өзі судан құралады. Яғни адамзат үшін судың маңызы зор. Біз сусыз тіршілік ете алмаймыз. Сондықтан судың да сұрауы бар деп аталған. Сен қалай ойлайсың? Өз ойыңды топта талқыла. 14. Тыйым сөздерді қолданып, суды дұрыс пайдалан нұсқаулығын толықтырып жаз. Суды бекер төкпе. Түнде су алуға барма. Судың бетін ашық қалдырма. Лас су төккен жерді баспа. Келесі 15-ші жаттығуға назар аударайық, құрметті оқушылар. Суреттегі балықтар бойынша жалпақ тау, ұзын тау, кішірек сөздерін қатыстырып, оларды салыстыра сипатта. Тыран жалпақ тау, шортан ұзын тау, сазан кішірек. Қолданған сын есімдерді сөз құрамына талда. Бұл жерде жалпақ тау деген сөзде түбірі жалпақ, тау бізде жұрнақ болып тұр. Ұзын тау дегенде түбірі ұзын, тау жұрнақ болып тұр. Кішірек дегенде түбірі кіші, рек деген жұрнақ екен. Құрметті оқушылар, өлеңді оқып жатқа жаз. Жазғы таң, жазғы дала, жазғы таң, жасыл шалғын, жасыл шақ, ақ бұлақ қап мөп-мөлдір, күн күлімдеп төкті нұр. Өлеңнен сын есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Бұл сын есімдердің қай сөзбен байланысып тұрғанын тап. Бұл жерде сын есімдер жазғы дала, жазғы таң, жасыл шалғын, жасыл шақ, ақ бұлақ, мөп-мөлдір күн. Бұлардың барлығына да қандай деген сұрақ қойылады. Қандай дала? Жазғы дала. Қандай таң? Жазғы таң. Қандай шалғын? Жасыл шалғын. Қандай шақ? Жасыл шақ. Қандай бұлақ? Ақ бұлақ. Қандай күн? Мөп-мөлдір күн деген жауап алады екенбіз. Яғни барлығына да қандай деген сұрақ қоямыз. Негізгі сын есім қосу зат есім тіркесін туынды сын есім қосу зат есім тіркесіне өзгертіп айт. Мысалы, ақ бұлақ, көңілді бұлақ. Енді жасыл шалғын, көкорай шалғын, мөп-мөлдір су, шипалы су деп өзгертеді екенбіз. Келесі, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Құрметті оқушылар, келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.